Ел екпе алғысы келмей ме, әлде вакцинациялау жұмыстары нашар ма? Осы мәселе бойынша бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен кезекті ақпараттық кеңес өтті. Коронавирусқа қарсы іс-қимыл шаралары, сондай-ақ мониторингтік топтардың жұмыс нәтижелері талқыланды. Екпенің бірінші кезеңін алған 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдер, жүкті және бала емізетін әйелдердің саны Тараз қаласында 3000-нан енді асып отыр. Ал облыс бойынша бұл көрсеткіш 15103-ке жетті. Сондай-ақ ревакцинациялау жоспарланған 100 000-нан астам тұрғынның тек 22286-сына ғана қайта екпе егілді. Айта кетейік, індетке қарсы ревакцинациялаудан өтуге тиіс барлық медицина қызметкерлерінің 18%, білім беру қызметкерлерінің 6,5% қайта екпе алған. Ал арнайы жасақтардан бұл тізімде 3,6%. Мемлекеттік қызметкерлердің 1%-ға жуығы ғана бар. Енді босаңсуға болмайды, жоспар қалайда орындалуы тиіс дейді әкім. Ешқандай босаңсуға болмайды. Жаңа жыл келеді деп босаңсып кеттік барлығымыз енді. Оның үстіне жаңа жылда неше күн демалыс бар екенді белгілі ғой енді. Ол күндер тағы да босаңсимыз. Сонымен берілген тапсырма орындалмайтын болады. Шұғыл шара қолданып орындау керек тапсырма. Анау мынау деген қабылданбайды.